Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен 11 сынып оқуындағы қарым-қатынас түрлері тақырыбымен танысатын боламыз. Табиғаттағы тірі организмдердің өзара қарым-қатынас типтерінің бірнеше классификациясы бар. Олар бәсекелестік, кооперация, комменсализм, мутуализм, паразитизм, жыртқыштық және амменсализмді жатқызамыз. Енді осылардың әрқайсысымен жеке-жеке тоқтала кетсек. Бізде бірінші берілгені ол бәсекелестік. Бәсекелестік дегеніміз не? Ол түрлердің арасындағы жағымсыз қарым-қатынас. Ең жоғары бәсекелестік бір түр дараларының арасында болады. Бірдей қажеттілік болған кезде туындайды. Егер де олардың тіршілік ету аймағы бір болса, ерте ме кеш пе біреуін әйтеуір ығыстырып шығарады. Мына жердегі суретте байқасаңыздар, екі түрі көрсеткен: түрішілік және түр аралық. Келесі ол бізде кооперация. Кооперация дегеніміз не? Өзара бірлесіп пайда әкелетін, бірақ факультативтік негізде құрылады, яғни серіктес түрлер тәуелсіз тіршілік ете алады. Қолайсыз жағдайда тірі қалу мүмкіндігі арттырады. Құстар ұясын салар кезде көбінесе бұғы, бұлан, сиырдың жүндерін қолданады. Себебі құстарға шабуыл жасайтын жыртқыштар ірі тұяқтыларға шабуыл жасамайды. Мысалы, таңқышаян актиниямен бірге тіршілік етеді. Актиния атпа жасушасымен қорғайды. Аз өткізуші түйнек бактериялары мен бұшақ тұқымдас өсімдіктерде осылай тіршілік етеді. Яғни ол мысалдар ретінде қарастырсақ болады. Немесе мысалы тышқанның бақ арқылы тірі қалуға ұмтылуы да, яғни ол да осы кооперацияның мысалы ретінде қарастыра аламыз. Келесі бізде берілгені комменсализм. Яғни бұл бір түрдің зиянын тигізбей, екінші түрдің қорек қалдықтарымен қоректенуі. Комменсализмнің жиі кездесетін жағдайы пәтерлестік болып табылады. Квартиранство дейміз, немесе бұны. Комменсалдың түрдің тіршілік ету жағдайының ерекшеліктерін немесе иесінің құрылысын олар пайдаланады. Серіктестердің арасында метаболизмдік те, антагонистік те қатынастарда болмайды, алайда кейбір жағдайларда комменсализм паразитизмге апаратын алғашқы эволюциялық қадам болып табылады. Сіздердің оқулықтарыңызда да мына жердегі слайдта да көрсетіліп тұр, яғни буйволға қонып отырған құстар, яғни осы комменсализмнің мысалы ретінде қарастыра аламыз. Бізде келесі берілгені ол мутуализм. Яғни мутуализм дегеніміз не? Осыған жауап бере кетсек, яғни бұл мына жердегі суреттерге де қарап түсінулеріңізге болады. Слайдта тұрған не? Әр түрге жататын организмдердің бір-бірінен бөлек тіршілік ете алмай, өзара қолайлы жағдай туғыза отырып, селбесіп тіршілік етуді аламыз. Бұл жерде, яғни мысалы көрсетілген, яғни көбелек, яғни өсімдік. Осы көбелектің өсімдікті тозаңдандыруы мутуализмге бұлар мысал ретінде, яғни бұлар бір-бірінсіз тіршілік ете алмайды. Келесі бізде паразитизм. Паразитизм бұл бір организмнің, яғни екіншісінің есебінен тіршілік етіп, оған зиянын келтіретін, бірақ әдетте өлтірмейтін түраралық қарым-қатынастың түрі. Мысалы, иесінің денесінде орналасуына қарай біз осы паразиттерді екіге бөлеміз. Міне суретте тұр, бұлар біріншісі эктопаразиттер, денесінің сыртында мысалы бүргелер, құрттар болатын, екіншісі эндопаразиттер, яғни иесінің денесінің ішінде болады. Яғни мысалы гельминт дейді, ол гельминт дегеніміз ол құрттар, яғни осы екеу болады. Табиғи іріктеу барысында паразиттерде олардың организмдерінің құрылысы мен физиологиясына қатысты әртүрлі бейімделу пайда болады. Табиғатта паразиттерді жұқтыру көбінесе тікелей емес, бір немесе екі аралық организм арқылы жүзеге асады. Келесі бізде берілгені ол жыртқыштық. Енді суретін көріп тұрсыздар, суретінен қарап түсінуге болады. Яғни бұл бір түрдің даралары басқа түрдің дараларын азық ретінде пайдаланатын өзара әрекеттесу түрі болып табылады. Бұларға біз жыртқыш жемтік қарым-қатынасы
тән, яғни әдетте екі түрдің эволюциялық прогресіне ықпал етеді. Жыртқыштардың популяциялар санының реттегіш ретінде ерекше маңызды. Жыртқыштардың жемтіктері әдетте ауру және әлсіреген даралар болады. Оларды жою арқылы аурулардың таралуын тежейді. Популяциядан, яғни неғұрлым бейімделгендеріне іріктеу жүргізіліп отырады. Келесі берілгені ол бізде аменсализм. Суретке қарайық, яғни бір популяцияның екіншісіне бір жақты теріс әсері. Бұл жерде өзі зиян көрмейді. Мысал ретінде алсақ, орманда ағаштар жарықты көбірек алады, суды көбірек ішеді. Бірақ ағаш шөптен зиян көрмейді, жарық жетіспегендіктен шөптің өсуі баяулайды. Яғни бұл мысал ретінде қарастырамыз. Келесі берілгені бұл бізде нейтрализм. Көріп отырсыздар, нейтрализм атында тұр, яғни бұл бейберекет, бейтарап қарым-қатынас айтсақ болады. Мысал ретінде көбелектердің тиынға немесе бұғының тиынға қарым-қатынасы, яғни олардың ешқайсының бір-біріне зияны болмайды. Енді балалар, осы жерде бірінші мен тапсырма бермес бұрын сіздерге ақпарат бергім келіп тұр. Бұл жерде жалпы қарым-қатынас түрлерінің бірнеше классификациясы бар деп жаңа басында айтып кеттім ғой. Яғни бұлардың барлығы, яғни биотикалық байланыс, соның ішінде симбиозға, нейтрализмге және антибиозға жіктеледі. Осылардың барлығы симбиозға жататындары бізде бұларда мутуализм, комменсализм, паразитизм, кооперацияны жатқызсақ, ал антибиозға біз жаңағы агенсализм, бәсекелестік, жыртқыштыққа жатқызамыз. Соның ішінде бәсекелестіктің түрішілік түраралық түрлері бар, ал комменсализмнің пәтерлестік, табақтастық, жалпы шерлік деген түрлері болады. Енді симбиоз дегенімізде сіздер оны білетін шығарсыздар, қайталай кетейін. Ол яғни екі ағзаның бірге өмір сүруі, автотрофты және гетеротрофты ағза болуы мүмкін. Енді білесіздер, автотрофтылар өсімдіктер, гетеротрофтылар жануарлар. Енді мына сұрақтарға жауап бере кетсек, яғни комментарийға жазып кетіңіздер. Математикалық модель төмендегі таңбаларды пайдаланып, қарым-қатынас түрлерінің бір-біріне келтіретін әсерлерінің нәтижесін белгілеп кетесіздер. Осы сурет тапсырма бойынша, және де мына жердегі логикалық сұрақтармен кесте берілген, мынау қай-қайсына қарым-қатынас түріне жататын және неге екенін жазып кетулеріңізге болады. Сосын үшінші тапсырмада да мына жердегі эндопаразиттер мен эктопаразиттердің айырмашылығы, паразитизм мен жыртқыштықтың айырмашылығы, және Гауза принципіне сәйкес неліктен екі түр бір экологиялық қуыста ұзақ уақыт бірге өмір сүре алмайды. Осы сұрақтарға жауап бере кетсеңіздер. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, таратуларыңызды сұраймын. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.